Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі сабақтың тақырыбы мекен-жай. Всем привет. Тема сегодняшнего урока – адрес. Давайте начнем. Бастайық. Сіз қайда тұрасыз? Вы где живете? Сіз қайда тұрасыз? Сіз қайда тұрасыз? Қайда тұрасың? Где ты живешь? Қайда тұрасың? Қайда тұрасың? Ол қайда тұрады? Он или она где живет? Ол қайда тұрады? Мен Астана қаласында тұрамын. Я живу в городе Астана. Мен Астана қаласында тұрамын. Сіз, мысалға бір көшені алайық. Уәлиханов көшесін алайық. Сіз Уәлиханов көшесінде тұрасыз ба? Вы живете на улице Уәлиханова? Сіз Уәлиханов көшесінде тұрасыз ба? Сен, мысалы, Бөгенбай даңғылын алайық. Сен Бөгенбай даңғылында тұрасың ба? Ты живешь на проспекте Бөгенбая? Сен Бөгенбай даңғылында тұрасың ба? Ол, мысалы, Әйгерім ықшам ауданын алайық. Ол Әйгерім ықшам ауданында тұрады. Он или она живет в микрорайоне Әйгерім. Ол Әйгерім ықшам ауданында тұрады. Сіз Уәлиханов көшесінде тұрасыз ба? Вы живете на улице Уәлиханова? Сіз Уәлиханов көшесінде тұрасыз ба? Мен көп қабатты үйде тұрамын. Я живу в многоэтажном доме. Мен көп қабатты үйде тұрамын. Әпкең қайда тұрады? Где живет твоя старшая сестра? Әпкең қайда тұрады? Әпкемнің үйі орталық алаңның жанында. Дом моей сестры находится возле центральной площади. Әпкемнің үйі орталық алаңның жанында. Ағаң қайда тұрады? Где живет твой старший брат? Ағаң қайда тұрады? Ағаң қайда тұрады? Ағам сол жағалауда тұрады. Старший брат живет на левом берегу. Ағам сол жағалауда тұрады. Ол көп қабатты үйде тұрады. Он или она живет в многоэтажном доме. Ол көп қабатты үйде тұрады. Ол екі қабатты үйде тұрады. Он или она живет в двухэтажном доме. Ол екі қабатты үйде тұрады. Үйдің жанында, қасында, маңында. Например, возьмем слово больница. Емхана бар. Возле дома есть больница. Слова жанында, қасында, маңында – слова синонимы. В переводе на русский язык означает возле. Үйдің алдында, здесь многоточие, давайте возьмем слово школа. Школа на казахском будет мектеп. Үйдің алдында мектеп тұр. Перед домом стоит школа. Үйіміздің артында, давайте возьмем слово торговый дом. На казахском будет сауда үйі. Үйіміздің артында
сауда үйі орналасқан. Сзади нашего дома находится торговый дом. Үйіміздің артында сауда үйі орналасқан. Автотұрақ үйдің қасында орналасқан. Парковка автомобиля находится возле дома. Автотұрақ үйдің қасында орналасқан. Сен қаладасың ба? Ты в городе? Сен қаладасың ба? Сіз қаладасыз ба? Вы в городе? Сіз қаладасыз ба? Ол қалада ма? Он или она в городе? Ол қалада ма? Қайда? Где? Қайда? Ол қайда тұрады? Где он или она живет? Ол қайда тұрады? Үйіміздің артында. Позади нашего дома. Үйіміздің артында. Қаладасыз ба? Вы в городе? Қаладасыз ба? Нешінші үйде тұрасыз? В каком доме живете? Нешінші үйде тұрасыз? Нешінші үйде тұрасың? В каком доме живешь? Нешінші үйде тұрасың? Нешінші үйде тұрады? В каком доме живет? Нешінші үйде тұрады? Сен ше? А ты? Сен ше? Міне қызық. Вот интересно. Міне қызық. Мен де осы үйде тұрамын. Я тоже в этом доме живу. Мен де осы үйде тұрамын. Сіздің пәтеріңіз нешінші қабатта? На каком этаже ваша квартира? Сіздің пәтеріңіз нешінші қабатта? Сенің пәтерің нешінші қабатта? На каком этаже находится твоя квартира? Сенің пәтерің нешінші қабатта? Оның пәтері нешінші қабатта? На каком этаже находится его или ее квартира? Оның пәтері нешінші қабатта? Менің пәтерім 10-шы қабатта. Моя квартира находится на 10-м этаже. Менің пәтерім 10-шы қабатта. Мекен жайыңыз қандай? Какой у вас адрес? Мекен жайың қандай? Какой у тебя адрес? Мекен жайың қандай? Оның мекен жайы қандай? Какой у него или у нее адрес? Оның мекен жайы қандай? Сіздің электронды поштаңыз қандай? Какая у вас электронная почта? Сіздің электронды поштаңыз қандай? Сенің электронды поштаң қандай? Какая у тебя электронная почта? Сенің электронды поштаң қандай? Менің электронды поштам. И говорите свою электронную почту. Моя электронная почта. Менің электронды поштам. Оның электронды поштасы қандай? Какая у него, у нее электронная почта? Оның электронды поштасы қандай? Мекен жай. Адрес. Мекен жай. Нешінші қабатта? На каком этаже? Нешінші қабатта? Оның пәтері. Его, ее квартира. Оның пәтері. Баспалдақ. Лестница. Баспалдақ. Табу. Найти. Табу. Іздеу. Поиск. Искать. Іздеу. Бағдар. Маршрут направления. Бағдар. Алып шаһарлар. Большие города. Алып шаһарлар. Зәулім ғимараттар. Небоскребы. Зәулім ғимараттар.
көлік кептелісі, транспортная пробка, көлік кептелісі, демалыс орындары, саябақтар, место отдыха, парки, демалыс орындары, саябақтар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Каналымызға тіркеліп, жазылуды ұмытпаңыздар. И, пожалуйста, пересматривайте видеоуроки с начала до конца. Пишите в комментариях, нравятся вам наши уроки или нет. Ждем от вас обратной связи. Мы будем стараться выпускать для вас легкие и эффективные видеоуроки. До свидания.